Енді серебряный директор. Серебряный директорда 1000 балл. Компанияның условиясы бойынша сіз өзіңізге 50 балл активация жасауыңыз керек. Это обязаловка. Да? Енді бұл жерде жаңағы ветка деген нәрсені айттым ғой. Сізден кейінгі бірінші тіркелген личниктеріңіз ол ветка болып саналады. А одан кейінгілері поколение болып кетеді. Поколение или болмаса линия. Да? Вот осылай кете береді. Бірінші серебряный директорда қоятын условиясы бірінші 50 балл болу керек. Одан кейін бір веткаңыздан бір директор шығу керек. Көрдіңіз? Бұл директор өзінің 500 балын жасайды. Көрдіңіз? 500 балын жасайды. Сіз бұл директордан бөлек мына жерде тағы да басқа веткаларыңызбен не жасасаңыз болады? Қалған балдарды жасасаңыз болады. Мына жерде 200 балл, мына жерде 300 балл. Өзіңіздің 50 балыңыз бар, сонда барлығын қосқанда не болды? 1050 балл болды. Сіз уже серебряный директорсыз. Енді серебряный директордан бастап бірінші жаңағы поколение, бірінші линия дедік қой мынау. Бірінші мынау сіздің личниктеріңіз кетті, одан бөлек бірінші поколениедан сіз осы бірінші поколениедан бастап сіз 10% товарообороттан ол кісілерден аласыз. Екінші линиядан 8 аласыз. Пока мына кейінгі линиялардан 0. Маркетинг бойынша. Көрдіңіз? 1050 жасадыңыз, 1000-нан жоғары болса, уже сіздің айлығыңызда